аграрлық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысымын, педагогика ғылымдарының магистрімін. Әрбір адам қоғамның ажырамас бөлшегі. Қоғам жеке тұлғалардың өзара қарым-қатынасы мен үйлесімінен құралады. Менің өмірлік ұстанымым осы қатынастардың берік болуына үлес қосу және айналамен тығыз байланыста болу. Осы мақсат жолында мен ең қадірлі мамандық ұстаздық жолын таңдадым. Педагог тек пән мұғалімі емес, ол ұлттық құндылықтарды қоғамға тарататын медиатор. Қазақ тілі мен әдебиетінің құдіреті арқылы студенттердің бойындағы әлеуметтік жауапкершілікті қалай оятуға болады деген ой үнемі мені толғандырады. Менің педагогикалық философиямның өзегі ұлттық мүдде мен жалпы адамзаттық құндылықтардың үйлесімі. Менің басты міндетім тек сауатты маман ғана емес, біртұтас тәрбие бағдарламасының құндылықтарын бойына сіңірген қоғамға пайдалы тұлға қалыптастыру. Мен жетекшілік ететін бастауыш білім беру мұғалімі, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі біліктілігінде оқитын студенттеріме болашақта кәсіби маман иесі болуды мақсат етіп келген әр балаға үлкен сеніммен қараймын. Біздің жетістіктеріміз бұл бірлескен еңбектің жемісі. Студенттерім республикалық олимпиадалар мен ғылыми конференцияларда топ жарып, кәсіби біліктіліктерін дәлелдеп келеді. Мысалы, облыстық мемлекеттік тіл менің тілім, дарын көйіз топтық олимпиада, республикалық келім дегендер байқауларына қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Бірақ біз үшін ең басты марапат білімді іспен ұштастырып, қоғамның дамуына үлес қосу. Біртұтас тәрбие аясында біз теорияны тәжірибеге айналдырдық. Біздің қоғамдық белсенділігіміз бен қайырымдылық іс-шараларымыз студенттердің жүрегінде әлеуметтік жауапкершілікті оятты. Біз қоғамдық шараларға қатыса отырып, айналамызға жақсылық дәнін егуді үйрендік. Біз студенттермен бірге мұқтаж жандарға көмек көрсету арқылы эмпатия, жанашырлық және азаматтық белсенділік сияқты кәсіби құндылықтарды іс жүзінде дәлелдейміз. Өйткені нағыз маман тек өз ісінің шебері ғана емес, ол үлкен жүректі тұлға. Сонымен қатар, Сыбаға республикалық ұлттық дәстүрлі фестиваль аясында колледжде қазақ дастарханы дәстүр мен сабақтастық атты танымдық сағат өткізіп, Ақтөбе телеарнасының қайырлы таң бағдарламасында колледждегі ұлттық құндылықтарын жүзеге асыру туралы сұхбат бердім. Менің кәсіби педагогикалық қызметімнің түйіні білім күш, бірақ тәрбиесі берілген білім қоғамның қасы. Ендеше жас ұрпақтың бойына адамгершілік пен адалдықты бірге егейік. Мен және менің студенттерім бұл жолда аянбай еңбек етуге дайынбыз. Біз біртұтас қоғамбыз. Біз болашақтың иесіміз.